маған шабыт керек болып тұр. Жүрегіме жақын бір мекенге сүйрендеп қайтайын. Ал олай болса, ауылдағы Қамысты көлге жол тарттым. Судың беті қандай әдемі, аспан қандай ашық, ғажабай. Табиғаттың тыныштығы мен самал желдің сыбыры жанымды тербеп, шабытымды оятып жатыр. Су бетінде ойнаған күн сәулесі, алысқа ұшқан құстар мені қиялға жетеледі. Мына кенепті өз қолыммен жасадым. Кәдімгі пыва желімі, акрилді бояу және лакты араластырып, фанераның бетіне әдемілеп, қалың етіп жағып шықтым. Ал енді үстіне зығыр матасын төсеп, жақсылап жабыстырдым. Сосын оны кептіріп, бетіне қайтадан акрилді бояу жақтым. Осылайша осындай әп-әдемі, мықты кенебімді жасап алдым. Енді бұл кенепке сурет салып жатырмын. Мына үстімдегі киімдерімді де арнайы сурет салу жұмыстары кезінде кию үшін өзім өз қолыммен тігіп алдым. Бұл униформа, алжапқыш сарафан. Бұл туындының атауы Қамысты көлдің құшағында. Қамыстардың арасымен баяу жүріп, әрбір дыбысқа құлақ түрдім. Бұл тек табиғат көрінісі ғана емес. Бұл сағыныш, бұл тыныштық.
және де әрине мен іздеген шабыт. Бұл картина үйіңізге тыныштық, береке мен байлық, бақыт пен молшылық шақырады. Қамысты көлдің құшағында жан мен жүрекке дем береді. Әр таңда үмітпен оянып, әр кеште тыныштықпен дем алуға өзінің үлесін қосады. Бұл туынды сіздің үйіңізге құт қонақтатып, жақсы энергия алып келсін. Бұл менің Қамысты көлдің құшағында атты картинам. Күн батып бара жатыр. Көлдің бетін бүгінгі күннің соңғы сәулелері қып-қызыл болып нұрымен бөлеп тұр. Біздің ауылдағы Қамысты көлі кешқұрым осындай әдемі кезімен жүрекке үміт ұялатады. Табиғаттың тыныштығы мен сұлулығы осы сәтте. Ауылдағы өнерлі елді қолдап, лайк басыңыз. Комментарий бөліміне пікір жазыңыз. Подписканы басып, арнаға жазылып қойыңыз. Қоңыраушасын да қосып қойыңыз. Өйткені алдағы уақытта сізге шабыт беретін қызықты бейне жазбалар шыға береді.